Bugün bizim manzilimiz bugün кезектегі контент түсіру үшін жолға шықты. Bugün bizim manzilimiz Bozotau rayonu hem Halkabat. Gider bulduk endi ay bizdir baş alıp hoş aman bul bizden kaldın bu zaten hoşlasalı karam gözge ay yaşalım endi ay yaşalım hoş aman bul bizden kaldın bu zaten. Сағынбайға біздердің халықта тарихшылардың тарихи кітаптарына салыстырғанда Қарақалпақ жазушыларының тарихи романдарына, ондағы уақиғаға, сюжетке көбірек сенушілік бар. Халықта сондай түсінік бар. Бұл хақында көзқарасыңыз қандай? Ilmi жұмыс бұл бюджетке асасланады. Мысалы, бюджет сақланған ба? Қандай бюджет сақланған болса, мысалы ол жылнама болуы мүмкін, я болмаса халық аузындағы әпсана болуы мүмкін, әміресі бюджет. Соған ілім асасланады. Ал жазушы өзінің мақсатында өзінің сюжетті ашу үшін таза адам қосуы мүмкін, я болмаса шетіліп кетуі мүмкін, жаңа уақиға ойлап табуы мүмкін. Бұлыма жазушы нелеу болады, азғантай кеңлеу алып, өзінің идеясын алып шығу үшін сюжет тоқиды. Демек, бұл манда біздің ілімі жұмысқа, ілімі ниетке асасанғанымыз, сүйенгеніміз мағлұм болады. Әдебиетқа емес. Әдебиет өзінің жолыменен жұмыс істейді. Әдебиет себебі бұл өзінің сюжетті ашуға тиісті, өзінің идеясын ашуға тиісті. Оның үшін бұл шетіліп кетуі мүмкін, азғандай басқа затты ойлап табуы мүмкін. Бұл ма анығын айтқанда мен әдебиетке сенбеймін, мен ілімге сенемін. Іліми ниетке, ілім базы жұмысына сенемін, әдебиетке сенбеймін. Онда шежіреде сол фактор ғой, сіз жазып қойғаныңызда қарақалпақларды сол Мұхаммед пайғамбардың сахабаларының әулетлары деп не қылған уақытта бұл нәрсе Бердақтың өзінің сол дәуірдегі қандай да бір факторлармен, себептермен сондай жазған. Ал негізінде біздер арабтардан тарқаған миллетті, бүткіл бір миллетті бір Әнес Мәліктен тарқаған деп жіберудің өзі қате нәрсе, һәм бұл нәрсенің қате екенін біздер айнаға қарасаған білеміз деп жазып қойсыз ба? Олан сол жаңа сіз айтқан нәрсе, яғни әдебиет, бәрібір шайыр, Бердақ. Себебі оның идеясы, сол уақытта идеясы, біз мұсылман халықпыз деп айту болған. Соның үшін біз Әнес Мәліктен деген жақтың мәнісі сонда. Біз мұсылманбыз. Біз әзелден мұсылман. Біз қасымыздағы мына халықпен біз теңбіз деп айтып жатқан мұнда. Сол идея үшін бұл гәпті айтты ол. Біз әзелде мұсылманбыз деген гәпті айту үшін ғана айтылды мұнда. Себебі мұнда генетикалық жақтан келіп шығуымыз біздің сол жақтан деген түсінікті оны еш ілім тасдиқламайды ғой. Демек бұл әдебиет. Әдебиетқа һәм уақыт сене алмаймыз. Әдебиетім яттың тоқылмайды. Бұл қандай да сүйенетұғын бұнаға несі болады. Халықтың аузында әпсана болуы мүмкін. Қандай да ескі кітаптан алған мағлұматы болуы мүмкін. Сондай болады сүйенеді. Сонда да бұл енді әдебиет бұл сенетұғын ілімі ниет емес. Факт ретінде қабыл ете алмаймыз. Қабыл ете алмаймыз. Yersiz yerden kınayay derbi derbiler
Бұл аймақ ілімде Құсқана ойпатылығы ямасы оазисі деп аталған. Оазис осы жерден ағып өткен Әмударияның Қарабайлы атлы саласынан алынған арналар һәм жапылар арқылы суғарылған. Бұл аймақта көллер, тоғайлар, қамыстылар көп болған. 1850 жылдар Әмударияның тасқыны себеплі Құсқана ойпатылығы судың астында қалған. Қазіргі уақытта бұл жерде аз ғана аулалар ғана бар. Қазір біздер Тасқырманның үстінде тұрмыз, һәм артында да тағы бір осындай екі Тасқырман көріп тұрсың, һәм бұның ар жағында да қатара бірнеше Тасқырманлар бар. Һәм бұл атамасы не үшін Тасқырман деп аталғанлығы хақында халықтың аузында бірнеше рауиятлар бар. Мысал үшін, солардың бірі әйемде сол бір жолаушы жолда келе кезде осындай қырман үйіп атырған бір диқанның қасына келіп, менің атым жолда аш болды, һәм осы атымды тойдырып берсеңіз деп өтініш қылады. Сонда жаңағы қырманды үйіп атырған адам, қырманның иесі, мен өзі бала шағамды тойдыра алмай атырғанда бұл атты айтқан емес дейді, һәм сол атына жем береді, бірақ жемнің арасына тас қосып береді. Сонда жаңағы жолаушы өкпелеп, лайым қырманың тасқа айланып қалсын дейді. Бұл бір версия, бір вариант. Және де Қарақалпақ фольклорының 77-ші һәм 87-ші томларында 100 томлықтың 2014 жыл ілім баспадан шыққан осындай және бір версия бар. Сол бір бай адам жұмысшылары, диқанларыменен қырман үйдіреді, бірақ қырманды үйдіріп болғаннан кейін өзінің жұмысшыларына іс хақысын толық бермейді, һәм жұмысшыларды наразы қылады. Сонда бір жасы ұлы бір инсан ғарры келіп тұрып, сол бай адамға, сен осы жұмысшыларының арқасында байып отырсаң, осылар болмағанда сенің осы қырманың құсыларға жем болып кеткен болар еді, оларды разы қыл дейді. Һәм сол уақытта жаңағы қырманның иесі айтады, бай адам айтады, сенің бұл жерде еккенде жоқсаң, тіккенде жоқсаң, аралас атығын орның емес, жолаушысаң ба жолыңды білді кете бер деп айтады. Сонда жаңағы инсан, олай болса, осы Құдайдың құдіретін көр, һәм осы қырманың тасқа айланып қалсын дейді, һәм қырманы расыменен де тасқа айланып қалады. Менің жеке пікірімше осы қырманың көрінісіне, һәм сол атамасынан келіп шыққан рауаятлар болып есептеледі. Демек, қазір біздер Тасқырманлардың ең биігіне міндік, жаңағыдан басқа, һәм көруіміз мүмкін 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, һәм арғы тарапта және 5-6 ұлымалық есапта 10-нан астам Тасқырманлар бар. Сол бір шелек жемді қызғанбай бере қойса болады ғой деймін енді. Біздер адасып, дәудің ұясын тоғдық, мына беттен жол бар, һәм мына тарапта сол дәудің ұясы деп айтылған. Үңгір дей ма, не дейді, осы аркаға ұқсайды мына жері. Ішкі тарапы расыменен осындай ұяға ұқсаған нәрсе. Дәудің ұясы деп айтылған, бірақ менің ойымша жоғарытмалықпен жай ғана су жуған. Құсқана тауының ең ажайып өзгешеліктерінің бірі бұл дәудің ұясы. Көріп тұрғаныңыздай, бұл ұя адамдар сиятығындай кеңілікке ие. Халық тілінде бұл дәудің ұясы деп аталған, бірақ ол дәудің ұясы ма, я құстың ұясы ма, ямасы жауын шашын себебі осындай ойық үңгір пайда болған ба, бұл хақында анық мағлұмат жоқ. Дәудің ұясы Тасқырманның ең биік төбешігінен түстік тарапқа жайғасқан. Ең биік төбешіктен түсіп, азырақ түстікке қарай жүрсеңіз, дәудің ұясы шығады. Кіреберіс биіктігі 2 метрден зият. Бұл төменнен бастанып, бізді жоғарыға алып шығады.
мына жерлерде осындай болып бастырылып қалған. Өрмелеуге жақсы бірақ. Мына тарапта да негізінде шамамда ізі бар, бірақ ортада бітеліп қалған жол. Мына жерден жоғарыға шығамыз. Біздер жаңа мына төбелердің бәрін іздеп қайттық. Мына жерлердің барлығы біздер іште жүріп өткен жердің жоғарғы тарапы, яғни патологы тамы. Былайша айтқанда мына жерде шам көрінуі мүмкін. Қазір аяқтан айналып барсақ, және сол ауыз көрінеді. Әне ауыз арқаға ұқсап тұрады. Айланып келгенде мына тарап және сол арқа дәудің ұясы деп айтылған жер. Қайтай басып босағанды арласам, ашылады сенен баслап кең жаһан. Жырақ кетсем әлем бойлап шарықлап, бетке тұтар айтып жүрер ұрансам. Жырақ кетсем әлем бойлап шарықлап, бетке тұтар айтып жүрер ұрансам. Сен отан бұл әлпешлеген алақан, сен отан бұл бесігім сен шайқаған. Күйікқала Құсқана тауында жайласқан. Күйікқала Тақтакөпір районындағы Қорғаншаменен бірге орта әсірлерде Құбла Арал бойында жайласқан Кердер елінің қоныстарының бірі. Улма майданы 41 гектарға жақын қоныс. Бұл қоныс Қорған, яғни осы аймақтың пайтақты болған. Қала дювалменен қоршалған болған. Қазір құлаған дювалдың дүмпешкілері ғана сақланған. Қаланың ішінде кірпіштен өрілген бекіністер, сарайлар, тұрақ жайлар болғанлығы анықталды. Қорған атрапында бірнеше карханалар, соның ішінде темір ерітетұғын кархананың ізлері табылды. Күйікқаладан батыста 2 шақырым қашықтықта Құсқана тауының құбла шетінде Күйікқала менен заманлас үлкен ассуари қойымшылығы бар. Бұл жерде альбастрдан ісленген ассуарилерде марқұмлардың көші сылыбы алынып, көмілген сүйеклері табылған. Бұл Арал теңізінің құбыласында жайласқан Кердер елінде зарастризм, зардуштилік дінінің тарқағанынан дәрек береді. Сол дәуірлердегі саяхатшылардың жазғанлары бойынша Кердер иелігінде өз алдына тілі бар, бірақ мәдениеті һәм социалдық дәстүрлері Хорезм менен сабақлас ел жасаған. Біздер іздеп Күйікқаланы тауып алдық, һәм бұл жерде оқуыңыз мүмкін. Күйікқала археологиялық объекті 7-8 әсірлер мемлекеттік қорғау тізіміне алынған. Яғни осы қоршалып тұрған 4 мүйішлік дивал 7-8 әсірлерге тиесілі екен жазылуына қарағанда, һәм біздер осы жерлерден осындай инсан қолыменен ісілеу берілген, нағыз түсірілген бөлеклерді таптық. Һәм және де осы жердегі бөлеклерде көпшілігі қарайып қалған, яғни күйген реңдей болып, һәм айтылуынша археологтар осы жерді тапқан кезде сондай күйіктер табылғаны үшін солай аталған. Бұл жердің негізгі атамасы анық белгісіз екендігі айтылған. Һәм жаңа біздер адымлап өлшеп көрген кезімізде, яғни адымменен шамалап өлшеп көрген кезімізде 220, ұзынлығы 220 метр, яғни адым, ал ені 150 адым шықты. Біле алған мағлұматларымыз осы әзірше Күйікқала бойынша. Ишанқала 19 ғасырдың екінші жарымында, яғни 1850 жылдардың дөңгелегінде құрылған
бұл қала Қайытназар бидің үлкен баласы Атағұла Ишан тарапынан ауыл халқының күшіменен, яғни жергілікті халықтың адамлардың күшіменен құрылған. Һәм бұл қала Хиуадағы Ишан қала һәм Ишан қала, яғни ішкі қала һәм сыртқы қаланың үлгісінде құрылған, сол біздің еліміздегі қала болып есептелінеді. Һәм бұл жерге де сол, яғни Ишан қала атамасы берілген. Бұл жерде Ишан қала құрылмасынан бұрын 18-ші ғасырдың өзінде халық, әпуай халық жасаған, яғни ауыл болған бұл жерде. Һәм кейін ала осы халық бар жерге Ишан қала құрылған. Қала құрып тамамланғаннан кейін бұл жерге еледе көбірек адамлар дикарынан қысылау үшін Ишан қалаға келе бастаған. Һәм сондай мағлұмат бар, бір уақытларда Ишан қалаға қысылау үшін келген халық саны 40 мыңға жеткен деген мағлұматлар бар. Һәм де қаланың тикарғы вазипасы бұл діни білімлендіру болып есептелінген халықты, һәм Ишан қалада бір уақыттың өзінде 50-ге шамалас сол талабалар оқи алатұғын болған. Қаланың атырапына каналлар қазылған, һәм бұл каналларға су басқа ірі каналлардан келіп құятығын болған. Һәм қаланың құрылуынан мақсат сол діни оқушылар, діни халықты сауатландыру болғаны үшін, яғни оқыту жұмысларын алып бару болғаны үшін, қаланың диуаллары ондай биік қылып құрылмаған. Һәм қала әсте ақырлықпен рауажландырып барылған, һәм қаланың ішкі, яғни жасау үйлері, жасау орынлары құрып болғаннан кейін қаланың сыртқы диуаллары құрылған. Һәм жазба мағлұматларға қарағанда қаланың 4 тарапынан де кіру дарвазалары құрылған. Һәм де қала құрыламанға шекем бұл жердегі ауыл һәр түрлі аталған, һәм қала құрылу уақытында бұл ауыл Кенжелі ауыл деп аталған, һәм қала құрылғаннан кейінгі дәуірде бұл қала Ишан қала деп аталып кеткен. Бұл қала хақында, яғни Ишан қала хақында халықтың аузында кең тарқалған рауаятлар һәм әпсаналар жүдә көп. Һәм олардың ең біздерге шекем жетіп келгені бұл осы Ишан қалаға жолбарыс келіп түнеген деген мағлұмат. Һәм бұл ең көп тарқалған. Һәм де біздің әдебиятымыздағы романларда да бұндай хадисилер, бұндай сюжетлер көп ұшырасады. Яғни Ишан қалаға келіп жолбарыстың түнеуі суретленген уақиялар романларда көп айланысқа түскен тарихи материал ретінде көрсетіледі. Сіз бұл бөлмені бірнеше құжетлі фильмдерде һәм роликтерде көргенсіз. Халық ішінде трендке айланған Бабамау қосығының клипіндегі бір эпизодта тап осы бөлмеде суретке алынған. Жоңғы, келуіңді біліп едім. Кел отыр. Түркмен баспашылары Ишан қаланы бірнеше күн давамында қамал етеді. Түркменлер шығыс жағынан қатты діншіл, олар ұламаларға сенатығын, әтті ұламаларға қол көтерге қорқатығын инсанлар еді. Сол себептен де олар қорғанның ішіне басырып кіре алмайды. Қамалдың басланғаннан бірнеше күн өтіп, Ишан қаладағы мақсымлар, хан мақсым, оның жауынгерлері, хан басқалар кеңес құрады. Ярым түнде 7 жасар баладан 70 жасар ғарыға шекем һәмме ақ киімде киініп шығып, түркменлерге hücum жасайды. Түркмен баспашыларына қарсы күресте жетекшілік еткен Улама хан Батыр хан Мақсым хақында патша Россиясының генералдарынан бірі Шайдаков мынандай сипаттама берген. Ол 1887 жылы туылған, Қарақалпақ, Қаңлы руынан, кең жаулығы, айбатлы, қарулы адам. 1921 һәм 25 жылдары 2 мәрте сотталған. Суд жазасын Семипалатинск һәм Томск қалаларында өтеген. Шымбай пақта тазалау заводының директоры болып істеген. Күшлі тәріпері, қайтпас жігер, қатаң тәртіп һәм оның ізбезілігі. Ақыллы, идеяға хәдден садық адам. Хәтте осы идеяларды әмелге асыру үшін бірнеше мыңлаған адамдарды құрбан етуге тайын. Мінезі тынық, аз ұйқылайды. Мұсылманларға ғамқор һәм ақылгөй. Ислам дұшпанларына мауасасыз. Амудария флотилиясының басылығы Н.А. Шайдаковтың 1960 жылғы сипатламасынан.
Біздер бүгінгі саяхатымызды Құсқана таудан бастадық һәм ол жердегі дәудің ұясы, Тасқырман, һәм ондан кейін Күйік қалаға бардық. Һәм міне көріп тұрғаныңыздай Ишан қалада бүгінгі саяхатымыз жұмақланды. Һәм бұлардың ішінде Күйік қала 7-8 әсірлерге тиесілі тарихи орын болса, демек ол мыңлаған жылдық тарихқа ие. Ал Ишан қала айтып өткеніміздей 19 ғасырдың екінші ярымында құрылған. Демек 100 жылдан астам тарихқа ие қала. Саяхатымыз давамында бір қанша тарихи орындар һәм мифологиялық мәнзілдерге бардық. Бірақ саяхат процесінде біздер олар хақында анық мағлұматтауға қиналдық. Осындай жағдайлар есепке алып, халыққа еш болмаса бұл орынларды медиа контент арқылы танытуды мақсат етті. Біз сөзімізді осылай жұмақлаймыз. Саяхатты Қарақалпақстаннан бастау.